Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін алма қосылған пирогтың ерекше жасалу түрімен бөліскім келеді. Осы видеоны соңына дейін қарап, егер ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Қажетті ингредиенттерді әдеттегідей описаниеге қалдырамын. Ендеше пирогымызды жасауға кірісейік. Алдымен 2 жұмыртқаны баяу жылдамдықта миксерлеп аламыз. Үстіне қант қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің қантымыз ерігенше асықпай миксерлеуіміз қажет. Ерітілген сары май және де жылы сүт құямыз. Тағы да барлығын араластырып шығамыз. Електен өткізілген ұнның үстіне 1 шай қасық қопсытқышты қосып, ұнымызды барлығын салып жібереміз. Жақсылап араластырып, біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Осымен біздің қоспамыз дайын. Үстіне ұсақтап туралған немесе үккіштен өткізілген алмамызды саламыз. Мен осылай жіңішке етіп үккіштен өткізіп алдым. Арнайы осындай бөлігі болуы қажет. Алмамыздың барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Осы дайын болған қоспамызды ыдысымызға салып, қызып тұрған пешке 180 градусқа 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Менің пирогым дайын болды. Иісі бұрқырап, өте керемет болып шықты. Асықпай суытып, кейін бөлек ыдысқа саламын. Осы пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі шынымен де ерекше, жұмсақ болып шығады. Егер жасасаңыздар, менімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Қадырбек Сағыныш. Келесі кездескенше.